Осындай МФ-ға тамақтар жіберген ғой. Ең күшті мастер, менде ғой, рахмет. Жамсу алнаны маған Клара тәте жіберді. Ішінде наурыз көжесі бар, фруктылар бар. Менде диета, сонда да рахмет көп. Достар, мен өзіме не заказ бергенімді қараңыздар. Қазір көктем келді, алда жаз, осындай ашық түсті сумкаларға мен қатты қызығып жүрмін. Сонымен бірден осындай ақ түстісін алдым. Қараңыздар, ішінде документімен барлығымен бар. Качествосы кәдімгі люкс, ремені бар осындай ішінде. Екіншісі Prada сумкасын алдым. Оны да қандай түстен алып деп ойлайсыздар. Қазір көрсетем. Қандай күшті болып аңпагинг жасап жатырмын да. И бұдан да ақ түсінен алдым. Бұдан да ремешогы бар. Матасын качествосын қараңыздар, өте тігістері күшті тігілген. Мен көбіне енді спортивный киінетін болғаннан кейін осындай екі жаққа да, классикаға, спортивныйға да кете беретін қылып алдым. Маған қатты ұнады, қараңыздар, качествосы кәдімгідей көрініп тұр. Бағасы да өте қымбат емес, қолжетімді, качествосы күшті. Егер де алам десеңіздер, мен сіздерге білесіздер, көп сұратпай-ақ өзім-ақ белгілеп кетемін сіздерге. Өйткені менен бәрібір 3-4 қыз болса да, 5-6 қыз болса да сұрайды, қайдан алдыңыз деп. Сол үшін сіздерді әуре қылмай, өзім осылай белгілеп кетемін. Қараңыздар, күшті. Жазып жатқан жандар, сіздерге көп рахмет. Енді қосылайық жобасының қатысушысы емеспін. Ең бастысы осы жақта жүріп Ернұрмен таныстым. Алдыда не болатынын білмеймін. Бір Аллахқа тапсырдым, жақсылыққа ғана жоритын болам. Кілтім ішінде қалды. Қазір үй жаққа барып екінші кілтті алатын боламын. В общем, осылай ұжымына, қатысушыларға барлығына рахмет айтам, барлығын жақсы көрем. Енді ғана бауыр басып, енді ғана үйреніп келе жатқан кезде жобадан шығып кеттім. Саматса. Вот. Және осы жақта жүріп, ешқашан ешкімге қарсы пікірлер айтпағам, күліп қана отыратынмын. Ол менің адамгершілігім, тәрбием деп білем. Және өзіме не керек екенін білетін жандардың қатарынанмын. Енді жарайды, түсірмей қоямын, бірақ белгілеймін. Кірпікке келдім. Өзім кірпіктерім вроде нормально, бірақ жаңартуға келдім. Қазір аккаунтын белгілеп кетсем, сұрап жатқан жандар көбінде сұрайсыздар ғой, қайдан істедіңіз деп. Біліп кетсем жарайды ма? Обязательно тіркеліп жазылыңыздар. Алматы қаласы бойынша топ мастерлардың бірі, және бағасы да қолжетімді. Осы кісі істесе, көзім аша ауырмайды. Осы әлі сол макияж, сол киім, сол шаш жатырмын. Негізі маған дәрі ішуге болмайды, укол да болмайды деген. Бірақ шыдай алған жоқпын, сонымен уколын салдырдым. 24 сағатқа жетеді күші. Шынымен мен өзімде қатты шаршап кеттім, аурудан шаршап кеттім бар ғой. Бірақ осы енді мені қыздар, мен сияқты қыздар түсінеді деп ойлаймын, женскиймен ауыратын. Осы 4-5 жылдай болып қалды ғой. Көбісі ойлайды, өтірік ауырватсың ба деп. Негізі мен сияқты қатты женскиймен ауыратын қыздар өте көп деп ойлаймын. Так что емделіңіздер. Бірақ маған больницаға барған уақытта маған айтты ғой, тұрмысқа шығу керек. Бала босансаң бәрі басылады, бәрі қояды деп болды. Басқа ештеңе айтқан жоқ. Негізі бәрі жақсы болған, эфирге барғанмын. Басында бір күн бойы ауырып жүргенмін, то что мен қонақтарым келетін біліп жүрдім да, сонымен бүгін келді, сонымен быт-шытым шықты, жыладым. Менікі өте қатты ауырады, енді айта алмаймын бар ғой. Білмеймін, не істейтінімді білмеймін. Мама даже ішімді майлайды да, бәрін жасайды. Больницаға барғанда да тексерілгенде, воспаление деп айтқан. Соны бірақ маған тұрмысқа шықсаң басылады деген. Енді білмеймін. Аурудан өзім де шаршадым, если честно.